Сәлем баршаңызға. Бүгін мен сіздермен бірге Ташкентте болған саяхатым туралы айтып беретін боламын. Шымкент қаласынан Сарыағашқа келіп, одан ары қарай шекарадан өттік. Сол жерде ақшамызды сумға ауыстырып алдық. Шекарадан оңай тез өтіп кеттік. Очередь болмады. Өткеннен кейін таксистер күтіп алады екен. 5000 теңге шамасында Ташкенттің орталығындағы бір отельге алып келді. Негізінде мен басқа отель таңдаған болатынмын букинг арқылы, бірақ ол алыс районда деп бізді орталыққа жақын жердегі бір отельге алып келді. Ташкенттің орталығына бір 3-3,5 километрда орналасқан. Өте таптаза, персоналдары жылы қарсы алды. 4 орындық бөлме, бір түнге 27 000 теңге екен. Біз 5 сол бөлмені алдық, және оған таңғы ас қосылған. 2 түн 3 күнге алдық біз бұны. Және бассейні өте жып-жылы екен, гидромассажымен. Балаларға қатты ұнады. Жайғасып болғаннан кейін түскі ас ішуге Мармар деген кафеге келдік жақын жерде. Шашлыктер өте дәмді екен. Шамамен 550 теңге бір дана шашлык. Кешкі серуенге шықтық. Бізге атақты Диснейленд деп айтылатын Ташкентленд деген паркке келдік. Бұл комната страха. Өкінішке орай бұл парк кезінде атақты болғанымен қазір атақты емес, сонда ескіріп қалыпты. Ішіндегі мүліктердің барлығы тозып қалған десе де болады. Адам өте аз, санаулы ғана адам жүр. Бір 4-5 ғана аттракцион жұмыс істейді екен. Оның біреуі осы джунгли, сосын комната страха. Қалғандары жай балалардың каруселдері. Парк ескі болса да тематикасы жақсы екен. Әртүрлі жануарларды жасап қойған, және солардың дауыстары шығып тұрады екен. Бір өзіңді бір джунглиде жүрген сияқты сезінеді екенсің. Жалпы ұнады. Бағаларды 500 теңге шамасында. Балаларға соның жарты бағасы. Күн өте ыстық екен. Тамыз айының 15-16-ларына бардық, бірақ бұл ыстықтың беті қайтқан кезі деп айтты бізге. Халқы кішіпейіл, сондай кез келген жерде көмек сұрасаңыз көмектесіп жүреді. Такси шақырып бер деп өтінсеңіз, Яндекс такси шақырып береді, ол өте арзан. 500-700 теңгемен жүре бересіз. Болмаса көшеден такси ұстасаңыз 1000-1500 теңге шамасында. Осыдан кейін біз жақын жердегі телемұнараға келдік, жаяу. Міне әр елдің телемұнараларының макеттерін жасап қойған, және солар туралы мағлұматтар жазып қойған. Негізгі көру алаңында қазір жөндеу жұмыстары жүріп жатыр екен. Сондықтан бізді басқа қабатқа көтерді. Міне биіктіктен қарағанда Ташкент қаласы осындай жап-жасыл. Осы жерден шығып біз Magic City'ға келдік. Өте әдемі. Қалашық екен. Қала ішіндегі қала десе де болады. Ертегідегідей әдемі. Басқа бір әлемге түсіп кеткендей болды. Барлығымызға қатты ұнады. Осы жерге келгенде шетелде жүргеніңді сезінеді екенсің толықтай. Барлық атақты қалалардың кішірейтілген түрлері осы жерде. Және барлық брендтер бар, әртүрлі тамақтың брендтері, киімнің брендтері осы жерден кездестіруге болады барлығында. Жалпы бұл паркке кіру тегін. Қанша аралайын десеңіздер де жүре бересіздер. Балалар ойнайтын аттракциондар олар ақылы. Кешкі сағат 5-тен кейін келген дұрыс, себебі 5-тен бастап фонтан қосылады, және жарықтар қосылады. Сіздерге де келуге кеңес беремін. Сіздерге міндетті түрде ұнайды. 100% сезім. Басқаша ертегіде жүргенде сезім болады. Халық өте барлығы да суретке, видеоға түсіп жүр. Кеш болды, енді номерімізға барып демалып алса, ертең бұйырса
Ташкент Сити деген паркты аралауға барамыз. Мінекей біз Ташкент Ситиға келдік. Жап-жасыл парк екен, әртүрлі өсімдіктер өсіп тұрған. Күн қатты ыстық болса да, бұлар жап-жасыл болып жайқалып тұр екен, қурамай. Жалпы бұл парк осы Ташкент қаласының элиталық аудандарында орналасқан сияқты, себебі жан-жағында әдемі үйлер бар. Бұл жерге де кешке келсе әдемі болады екен, бірақ біз күндіз келдік, және бұл жерде планетарий және музей восковых фигур бар. Барлық кино жұлдыздар, жаңағы әлемнің әншілер, саясаткерлер, ғалымдарының фигуралары, восктан жасалған фигуралары бар бұл жерде. Шын сияқты, тірі сияқты. Қызық екен. Барлығында аралап, суретке түсіп шықтық. Футбол жұлдыздары да бар екен. Шаштарына дейін шынайы қылып жасап қойған. Түрік актерлары да бар екен. Цукерберг, Билл Гейтс, Эйнштейн. Осы жерден шығып біз атақты Бесқазан деген палау орталығына барамыз. Ол қалада бірнеше жерде бар екен. Біз Юнусабад деген районына барамыз. Бір байқағанымыз, машиналардың барлығы ақ түсті екен. Себебі бұл жақта күн ыстық болғандықтан басқа түсті машиналар ыстықты қатты тартады екен. Сол үшін бәрінде ақ түсті машина. Міне біз Бесқазанға келдік. Үлкен Бесқазанда палау асылып жатыр. Және барлық аспаздар ер кісілер екен. Бұл жерде тек қана палау тапсырыс бере аласыз. Басқа тағам пісірілмейді бұл жерде. Палаулардың дәмі керемет екен. Және бір порциясының бағасы шамамен 1100-1200 теңгедей. Осы жерден шыққаннан кейін біз аквапаркке келдік. Оазис деген. Аквапарк өте үлкен екен. Әртүрлі жастағы балаларға горкалар бар екен. Және күн ыстық болғандықтан суда жып-жылы екен. Қажет десеңіз сол жерде прокатқа аяқ киім, баллончик, сүлгі, тағы басқа нәрселер алуға болады, немесе сатып алуға болады. Және үлкен адамдарға кіру 4,5 теңге шамасында. Балаларға соның жарты бағасы. Бұл күні бойы жүруге арналған баға, дизель яғни. Негізінде 4 сағат жетеді екен. 4 сағатты балалар шашайды екен. Одан шығып біз тамақтануға бардық. Мынау балықтан жасалған шашлык шамамен 12-13 мың теңге болды. Біз тұратын аудан үйімізге, номерімізге қайтып келе жатырмыз. Бұл жердің барлығы бірыңғай отельдер. Арзаны бар, қымбаты бар, хостелдар да бар екен. Негізінен пәтер жалдап тұрғаннан гөрі отельді алған дұрыс екен. Одан кейін таңертең біз келесі күні Чорску деген базарға бардық. Атақты базар, тамақ сататын жері. Осымен біздің сапарымыз аяқталды. Сау болыңыздар. Бұл базардан біз тек қана ыдыс аяқ сатып алдық және кептірілген жемістер сатып алдық. Сіздермен бірге болған меруерт. Менімен бірге болғандарыңызға рахмет. Сау болыңыздар. Каналыма тіркеліп қойыңыздар.